Сәлем достар, бұл тағда Хамид Official YouTube каналы. Бүгін көпшілік сүйіп тамашалаған Қыналықар телехикаясы туралы ақпараттар ұсынбақпыз. Қыналықар сериалы 2002-2004 жылдары жарыққа шыққан Түркия елінің кино туындысы. Режиссер Танер Авкардың бұл туындысы Бурса қаласына жақын орналасқан Жұмалы Қызық ауылында түсірілген. Бұл ауылдың Жұмалы Қызық деп аталуы да бекер емес. Кезінде Улудақ тауының маңындағы халық осы жерге әр жұма сайын намаз оқуға барады екен. Содан кейін сол ауылдың аты Жұмалы Қызық деп аталып кеткен. Қыналықар сериалынан кейін атақты ауылдың біріне айналған. Қазір ауылдың ішінде адамдар көп тұрмайды, көбінесе туристер үшін арнайы естелік болып қалған. Сол кездегі үйлер кафе, сауда орталықтары болып туристерге жұмыс жасап жатыр. Үйлер ескі болса да бұздырмайды. Бұл ауылға Қазақстаннан да көп туристер келіп кетеді. Ауылда таза бал өндіріледі. Келген қонақтарға берілетін тағамдар да өте дәмді. Ал фильмдегі актерларға тоқталсақ, осы кинода басты рөлдің бірі Әли мұғалім рөлін актер әрі әнші Эмрах сомдаған. Шын есімі Эмра Эрдоган Ипек. 1971 жылы Түркияның Анкара қаласында туылған. Жастайынан әнші атанған талант иесі қазіргі таңға дейін 500-ге жуық әні мен 26 ән жинақ шығарған. Оның хит әндері жиналған альбомдары түрік елінде 25 миллион көшірмемен сатылып рекордтық дәрежеге жеткен. Кино саласында 30-ға жуық фильмдер мен телехикаяларда ойнаған. Алайда Қыналықар сериалы оны әлемге таныта білді. Актер 2014 жылы үйленді. Қазір бір ұлы және бір қызы бар. Фильмдегі Назар есімді қыздың рөлінде актриса Өзлем Джон Кер 1973 жылы Анкара қаласында туылған. Ол Голландияның Тильбург университетін бітіріп, Түркия модельдік жұмысқа орналасады. Оны сұлулығына тамсанған кинематографтар бірден киноға шақырады. Актриса 1996 жылдан бастап кино және бейнебаяндарда көріне бастайды. Алғашқы кинодағы дебюттік рөлі Біздің үй атты кино туында. Алайда Қыналықар, Қара Роза, Бабник, Жанан сынды телехикаялар оны көпшілікке танымал етті. Өзлем 2012 жылдың ең сұлу актрисасы атағына лайық деп танылды. Жеке өміріне келсек, актриса бүгінгі күнге дейін тұрмысқа шықпаған. Телехикаядағы Жаппар төрі рөлін сомдаған Мустафа Авкиран 1963 жыл туылған. Алғаш рет 1983 жылы киноларда ойнай бастағанмен көрермендер оны Қыналықар киносы арқылы тани бастады. 1993 жылы актриса Овул Авкиранға үйленеді. 22 жылдан кейін, яғни 2015 жылы ұл перзенттері өмірге келген. Фильмдегі Халилбей рөлін ойнаған актер Энгин Шенкан 1944 жылы Түркияның Стамбул қаласында туылған. Актер көптеген жылдар бойы мемлекеттік театрларда жұмыс істеді және көптеген сәтті қойылымдарда ойнайды. 40-қа жуық фильмдерде ойнаған Энгин Шенкан 1970 жылы үйленген. Қазіргі таңда Дерия және Дениз есімді екі қыз бар. 76 жастағы актер қазіргі уақытта да бірнеше киноларда рөл ойнауда. Бәрімізге ерекше рөлмен есте қалған Қамбар рөліндегі актер Мурат Далтабан 1966 жылы Анкара қаласында туылған. Қазіргі уақытта режиссер және актер Мурат Далтабан өзінің әйелі Эзем Далтабанмен бірге ашқан Дот театрының жетекшісі. Театр сахна тілі мен актерлық шеберлік сабақтарын үйрететін мәдени орта. Актер кинодан бөлек спектакльдерде ерекше рөлдермен көпті тәнті еткен. Және осы рөлдер үшін ЮНЕСКО жанындағы халықаралық театр сыншылдары одағының марапатына да ие болған. Аталмыш кино туынды көптеген мемлекеттерде көрсетіліп, мыңдаған көрерменін тапты. Қазақстанда да Қыналықар телехикаясы үлкен танымалдылыққа ие болған ақиқат. 7 жастан 70 жасқа дейінгі көрермендерді қамтыған кино алғаш экранға шыққан сәтте көптеген ауыл аймақтарда қызықты жағдайлар орын алған. Мысалы, оңтүстік өңір, оның ішінде Мақтарал және Шардар аудандарының бүкіл отбасымен телехикаяны көріп отқанда мал ұрлығы көбейген. Мал ұрлығы өршіген соншалық, тіпті Шардар ауданының бір ауылының ұрылары қораға "Сенің көзің назарда, сиырың базарда" деп
жазып кеткендерін болса ауылдың тұрғындары әлі күнге дейін күлкімен еске алады. Я достар, Қыналғар телехикаясы жанұямызбен сүйсініп көретін керемет кино туынды болғаны рас. Осы фильм туралы өз қызықты ақпараттарыңыз болса, астындағы комментарий бөліміне жазсаңыздар болады. Тағы да қай кино немесе өнер жұлдыздары туралы ақпарат бергенімізді қалайсыздар, оны да жаза кетіңіз. Құрметті YouTube сүйер көрермен, осы каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, достарыңызға таратып қолдау көрсетіңіз. Бұл Хамид Official YouTube каналы. Келесі кездескенше амандықта жолығайық достар.